Ақтау қаласы номері 3 жалпы білім беру орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Сатова Зияда Құрманғазықызы. Оқушылар әдебиетті оқу пәнінен 3 сыныпқа арналған қашықтық сабағын бастаймыз. Бүгінгі әдебиетті оқу пәнінің тақырыбымен таныс болыңыздар. Жеңіс күні Қайрат Жұмағалиев, бейбітшілік болса Жұматай Жақыпбаев. Олай болса, балалар, сіздерді сабақтың мақсатымен таныстырып өтейін. Шығарманың мазмұны бойынша қолдануға, бағалауға және шығармашылыққа негізделген сұрақтар қою және жауап беру. Сен сұхбат алуға дайындаласың және сұхбат аласың. Оқушылар, олай болса, оқулығымызды ашып, ең бірінші осы сөз жұмбақты қарайық. Балалар, мына сөз жұмбақта 6 түрлі мақалдың әр жерінен бір сөзден тастап кеткен, сол мақалды толықтыруымыз керек. Бірінші мақал: Болат қайнауда шынығады, Батыр қайда шынығады? Майданда шынығады. Оқушылар, екінші сұраққа назар аударайық. Бұл жерде көпшілік мақалды біздер білеміз. Білмегеннің өзінде мақал-мәтелдердің өзінің ұйқасына қарап отырып біз тауып алуымызға да болады. Батыр елдің несі? Балғұрақ көлдің сәулеті. Бұл жерде қалып қойған сөз сәулеті деген сөз. Яғни батыр елдің сәулеті, балғұрақ көлдің сәулеті. Жүк ауырын не көтереді? Ел ауырын ер көтереді. Жүктің ауырын нар көтереді екен. Шын ер жеңсе тасымас, жеңілсе жасымас. Отан үшін отқа түс, күймейсің. Жаңбырмен жер көгереді, батамен ел көгереді. Оқушылар, мақалдарды жаттап алу керек. Біз мақал-мәтелдерді жаттау арқылы өзіміздің ой-өрісімізді кеңейтеміз. Оқушылар, әуелі өлеңді оқымас бұрын біз өлеңнің авторымен танысып алайық. Қайрат Жұмағалиев, ақын, аудармашы. 1937-2014 жылдар аралығында өмір сүрген, Батыс Қазақстан облысы Орда ауданы Бесқұдық ауылында туылған. Балаларға арналған көптеген жыр жинақтарының авторы. Бұған қосымша тағы да мәлімет тыңдайтын боламыз. Уақыт оздырмайын, бекерге жоқты барды сөз қылмайын, үстелге отырайын қалам алып, жұмыс бұл таусатын көздің майын. Ақының заман артқан жүгін білсе, арман не, кеше жылап, бүгін күлсе, ешқашан үміт үзбес ертеңінен, харамдар сүріндірсе, түңілдірсе. Сырласып алғаннан соң қаламымен, қуантып елді әрбір қадамымен, мың шүкір дейді жаппар иесіне, бұйыртқан баба сыйы даланы кең. Ассалаумағалейкум ағайын, біз бүгінгі хабарымызда қазақтың біртуар ұлы, телегей талант иесі Қайрат Жұмағалиев туралы айтатын боламыз. Қайрат Жұмағалиев 1937 жылы 16 қыркүйекте Батыс Қазақстан облысы Орда ауданы Жүйеқұм ауылы Бесқұдық елді мекенінде дүниеге келген. Қаршадайынан өзінің өміріне өнерді серік еткен бала Қайраттың балалық шағы қиындықпен өтті. Қайрат аға құнтақта жатқанда кенеттен дертке шалдығады. Анасының әлдейіне көнбей, мазасы кеткен сәбидің шаршағанын сезген анасы оны тербете береді. Бірақ сол күні олардың үйіне бір күйші қонаққа келіп, жылаған баланы домбыраның сыңғыр үнімен жұбатпақ болады. Сөйтіп қасиетті қара домбыраның үні дем берген сәби тірі қалады. Бұл да Алланың маған берген үлкен сыйы болса керек дейді ақын өз сөзінде.
Бірақ сол кезде бала қайратты алдан тосқан талай тосынсындар көп еді. Туған жерден Капустин яр полигонының ашылу салдарынан ол анасымен бірге жырақтағы Шымкент облысына көшірілді. Мектепті осы облыста бітірген ол Алматыдағы іргелі университеттердің біріне филология факультетіне оқуға түседі. Аталмыш білім ордасын ойдағыдай аяқтаған жас жігіт алғаш еңбек жолын жазушы баспасында кіші редактор болып бастайды. Баспада бірнеше жауапты қызметтерді атқарып, бас редактордың орынбасар лауазымына дейін жоғарылайды. Бұл аударма редакциясында істеді. Аударма редакциясы дейтін шын мәнінде нағыз әдебиеттегі ең бір еңбекті көп қажет ететін, білікті қажет ететін, орнықтылықты қажет ететін сала болады. Қайрат Жұмағалиев ана мен бала, махаббат пен достық сынды бірнеше тақырыптарға қалам тербеген ақын. Оның ақырғы матч, беймаза бақыт, шам шаһарында, Самардың сарша тамызы, дос құшағы поэмалары, құрақ көрпе, хатшепсут, батыр туралы баллады, журналист балладылары көзі қарақты оқырманға жақсы таныс. Алғашқы өлеңдер жинағы тұңғыш 1964 жылы жарық көрген. Бірқатар шығармалары бірнеше тілге аударылды. Қайрат аға француз, моңғол ақын жазушыларының романдарын қазақ тілінде сөйлеткен ақын. Қайрат Жұмағалиевтің анашы мәні бүгінде исі қазақ қауымына етене таныс. Ақын бұл әнді өзін өсіріп жетілдіру үшін жастайынан тағдыр тауқыметін тартқан анасына арнаған. Жаңылғаным Бөкен қызы отбасында 11-ші перзент болған. Ана осы ұлдың тілеуін тіледі. Баласын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірді. Ал баланың қамқор анасына деген махаббаты жыр болып өрілді. Балалар, біз жеңіс күні өлеңін тыңдамас бұрын. Жеңіс күні дегеніміз не? Ол бізге қалай келді? Жеңіске жету үшін біздің қанша батыр ұл-қыздарымыз құрбан болды? Сол жөнінде кішігірім видеороликті тамашалайық. Алғаш ұрыс па балам? Иә. Қай жақтан боласың? Ақмоладан. Мен Алматыданмын. Алматыда әдемі шығар. Иә, әдемі. Сен балам қорықпа. Біз олардың тас талқанын шығарамыз. Отан үшін отқа түс. Күймейсің деген. Қайта олар бізден қорқсын. Дүниежүзілік соғысқа 34.476.000 адам қатысты. Қан майданға Қазақстанның әрбір 5-ші азаматы аттанды. 601.815 жауынгер елімізге оралған жоқ.
Көрдіңіздер ме балалар, біздің қаншама батырларымыз ұрыс майданында қаза тапты. Қаншама батырларымыз өздерінің ерлігін көрсетті. Жеңістің бізге оңай келмегенін осыдан ақ білуге болады. Ендеше оқулықтағы жеңіс күні өлеңін тыңдайық. Ойлап тұрдым көп, сауал бердім білгім кеп. Қуанышты мереке жеңіс күні қай күн деп. Атамнан да сұрадым, көкемнен де сұрадым, ағамнан да сұрадым, апамнан да сұрадым. Тосты бәрі құлағын, дұрыс десті сұрағың. Бейбіт күннің бәрі де жеңіс күні шырағың. Оқулықта осы өлеңге байланысты сұрақ берілген. Соны оқып назар аударыңыздар. Оқушылар, ендеше оқулықтағы Жұматай Жақыпбаевтың «Бейбітшілік болса» өлеңін мұқият тыңдайық. Алаулап гүл тұрады, туған жер құлпырады, бейбітшілік болса. Түрленіп бақша бағы, тірлікте жақсарады, бейбітшілік болса. Үйлер де құламайды, ешкім де жыламайды, бейбітшілік болса. Балалар болады аман, аналар болады аман, бейбітшілік болса. Балалар, сендер бейбіт күн, бейбітшілік сөздерінің мағынасын қалай түсінесіңдер? Оқушылар, ендеше осы сұрақтың жауабын дәптерге орындаймыз. Бейбітшілік сенің ойыңша не? Оны сызба арқылы дәптерге көрсетіп жаз. Екінші тапсырма. Соғыс ардагерімен кездескенде өзіңнің қоятын 5 сұхбат сұрағыңды дайындап дәптерге жаз. Ендігі кезекті балалар. Сергіту сәтіне берейік. Сәлем балалар, қазір біз көзге арналған жаттығулар жасаймыз. Басымызды бұрмай, көзімізбен оңға және солға, оңға, солға. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Көзді ашы жұмамыз. Енді көзді жоғары, төмен, жоғары, төмен. 1, 2, 1, 2. Көзді ашы жұмамыз. Жақсы. Көзді қатты жұмамыз. 1, 2, 3. Көзді ашамыз да ұзаққа қараймыз. Тағы қайталаймыз. 1, 2, 3. Тағы да ұзаққа қараймыз. Өте жақсы балалар. Балалар, көзіміз ауырған жағдайда осы жаттығуларды қайталаймыз. Қош сау болыңдар. Ендеше балалар, үй тапсырмасын алайық. Бейбіт күн сыйлаған ата-аналарға арнап алғыс хат дайында және де қалаған өлеңіңді жаттап ал. Үй тапсырмасы түсінікті болса оқушылар, келесі кездескенше